Қайырлы күн достар. Бүгін мен Instagram'нан таргет жасауды көрсететін боламын. Яғни реклама жасауды Instagram'a кіреміз. Бұл менің Pufik мебель бизнес аккаунтым. Және мен сіздерге алдын саған таргет жібергенімді көрсетіп өтейін. Міне кнопканы басамыз. Мен негізі ол видеоны алдын жібергенім, сонда да сіздерге қайталап өтейін. Ваш сайт, профиль, дайрект. Мен WhatsApp сілтемеге қоятын боламын. Аудитория. Өздеріңіз автоматически или создать етесіздер. Мен алдын создать еткенін көрсетейін. Название аудитория нравится Казахстан. Место Түркістан, Шымкент, Ақтау қалаларында тұрғындарға көрсетіледі. 2 жас аралығы, 20 мен 50 жас аралығы. Қызға да ұлға да жіберемін. Ары қарай аудитория бітті. Келесі бюджетті берді. Бұлай жылжытып өздеріңіз қалаған ақша суммасын қоя бересіздер. Мен бір күнге 120 рубльге жіберетін боламын. Ары қарай ең соңғы шаг, бұл жерде бәрін тексеріп аласыздар. Дұрыс болмаған жер артқа қайтадан дұрыс дейсіздер. Енді оплата деген жерге өздеріңіз қоясыздар. Карточкаларыңызды енгізіп тіркеп қоясыздар. Создать промоция батырмасын басамыз. Мен рекламамыз кетті. Негізі бұл достар, алдымен реклама бергем. Сіздерге статистиканы көрсетіп кетейін. Осылай көресіздер өздеріңіз аккаунттарыңызды. Міне менде бастан көрсетейін. Алдын жібергем. Бүгін тағы жібердім. Міне 120 рубльден расход. Осы әр адамға көрсеткен расход 120 рубльден алып отырдым. Қазір ақша алмаған, көрсетілмеген. Алдын жасаған мен. Міне подписка 5 адам подписка жасаған. Показания 16349 адам көрген. Ішіне кіріп таза толық көргені 15146. Таза профильге өткені 54 адам өткен. Сайт, яғни WhatsApp сілтеме өткен 9 адам WhatsApp сілтеме өткен. 238 лайк, 25 комментария, 90 өзіне шақырып етілген достар. Міне осылай сіздер көріп нете бересіздер. Көріп шыға бересіздер, тексеріп рекламаларыңызды. Рекламаларыңыз ұнамай қалатын жағдайда удалить промоция деген батырманы басып удалить етесіздер. Бүгінгі видео ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап, келесі видеоны шыққанын қаласаңыздар комментарийға плюс қойып кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар достар.